Тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырыңыз. Қай қаладан сағат нешеде көріп отырсыз? Жаза кетіңіз. Ауыл таңертең ерекше тыныш болатын. Шық тамшыларының иісі, жаңа піскен нанның иісі, алыстан естілген сиырдың мөңіргені. Бәрі бала Әлібек үшін үйдің, өмірдің жылуы еді. Анасы әр таң сайын бетін сипап оятатын. Балам, бүгінгі күннің жақсы қарсы ал. Есіңде болсын, әр күн бір сыйлық, дейтін жұмсақ үнімен. Ал кешке, жүр, серуендеп келейік деп қолынан ұстайтын. Екеуі ауылдан шығып, ауылдың шетіне дейін баратын. Күн батып бара жатқанда анасы, қарашы, бүгінгі аспанның түсі қандай ерекше, әр кештің қайталанбайтын сәті бар дейтін. Әлібек ол сөздерді тыңдайтын, бірақ түсінбейтін. Ертеңде күн батады ғой, бәрі сол қалпы, деп ойлайтын. Сол үшін өмірдің бәрі мәңгі өзгермейтіндей еді. Анасының жылы алақанына қарап, осы алақан ешқашан суымайды деп сенетін. Уақыт зымырады. Әлібек қалаға кетті. Алғашында анасына жиі хабарласты. Әр қоңырауда қалайсың, мама дейтін. Жақсымын балам, өзің қалайсың деп анасы әрқашан сұрайтын. Бірақ жылдар өтіп, бұл әңгімелер қысқарып кетті. Мама, менде уақыт жоқ, кейін сөйлесейік, дейтін ол асығып. Жарайды балам, аман бол деп күлімсірейтін анасы. Кейін бұл сөз Әлібектің әдетіне айналды. Ол ойлайтын. Жұмыс біткен соң барам, ақша жинап алайын, сосын көрем, үлгеремін ғой деп. Бірақ әрбір кейін анасының өмірінен бір күн алып жатты. Қала өмірі тоқтаусыз жүгіріс еді. Әлібек таңертең асығып шығып, кешке шаршап қайтатын. Күнделікті өмірінен тек жоспарлармен өлшеп үйренді. Кей кеште терезеден аспанға қарап қалатын. Күн батып барады. Сол сәтте анасының дауысы құлағына естілетіндей. Балам, әр кештің қайталанбас сәті бар. Жүрегі сәл ауырлайтын, бірақ телефонына қолын алып, хабарласуға уақыт таппай. Хабарласам дейтін. Таңғы сағат 7-де телефон шырылдады. Таныс, бірақ дірілдеген дауыс. Балам, анаң ауырып жатыр, келіп үлгер. Әлем тоқтап қалғандай болды. Бәрі көмескіленді. Жұмыс, жоспар, армандар бәрі бір сәтте маңызын жоғалтты. Жол бойы жүрегі дүрсілдеп, ойы мың жаққа кетті. Неге ертерек келмедім? Неге әр хабарласқан сайын асықтым? Ақша, жұмыс, шынымен маңызды ма деді. Әр шақырым ауыр сезілді. Үйдің есігі ашық тұр. Іште үнсіздік. Анасы төсекте жатыр. Көзі әлсіз, бірақ мейірімге толы. Мама, деп жүгіріп келді Әлібек. Анасы әлсіз ғана жымиып қолын созды. Сол қолды ұстай бергенде сыбырлап айтты. Балам, бүгін сенің қолыңды соңғы рет ұстап тұрмын. Әлібек дірілдеген дауыспен. Мама, бүйтпеші. Мен үлгердім ғой деді. Көзінен жас ақты. Кешірші, неге бұрын келмедім деп. Анасы әлсіз ғана басын шайқап. Ештеңе етпейді балам. Есіңде болсын, әр құшақ, әр сөз соңғы рет болуы мүмкін, бағалай біл. Сол сөзден кейін анасының алақаны салқындай бастады. Әлібек қолын жібергісі келмеді. Ұзақ сол сәтте тоқтап қалғандай болды. Сол түні далаға шықты. Аспанда жұлдыздар көп. Күн батып барады. Сол сәтте балалық шақтағы дауыс қайта естілді. Әр кештің қайталанбайтын сәті бар. Көзінен жас ақты. Ол сол түні шын түсінді. Өмірде бәрі соңғы рет болады. Біз тек оның соңғы рет екенін білмейміз. Қалаға қайтқан соң Әлібек бұрынғыдай болмады. Әкесіне қоңырау шалып, папа, мен сені жақсы көремін дейді. Әкесі үнсіз қалады. Содан соң баяу мен де балам дейді. Достарына барады. Рахмет сендерге, деп құшақтап. Әр кездесу, әр сөз бағалай бастайды. Өйткені ол білді, әр сәт соңғы рет болуы мүмкін. Бұл әңгіме тек Әлібек жайлы емес, саған да арналған. Анаңа бүгін хабарлас, әкеңді құшақта, балаларыңа күліп қара, достарыңа алғыс айт. Себебі сен білмейсің, бұл соңғы рет болуы мүмкін.